Сөз Алматы қаласының әкімінің орынбасары Бейбіт Мырзахметович Шахановқа беріледі. Саламатсыздар ма? Жаңа Талғат Жанболатұлы айтып кеткендей, әкімнің тапсырмасына сәйкес міне барлық құзырлы басқармалардың басшылары, мамандар келіп отыр, осында сіздердің сұрақтарға жауап беру үшін. Сіздерге тек қана бір өтініш, бір-біріміздің сөзімізді бөлмей, аяғына дейін тыңдап, кезегіміз бен сұрақтарымызды қойып. Ал енді өткен кездегі әкіммен кездесу кезінде ең көп сұрақ жаңа жайша айтқан кезде легализация деген мәселеге байланысты болды. Бұны біз ай сайын комиссияның отырысы өтеді. Талғат Жанболатұлының өтініші бойынша біз бір-екі отырысты жеке сіздердің ауданға арнап өткіздік. Мысалы, басқа аудандармен салыстырған кезде Алатау ауданының мәселесі әлдеқайда жылдамырақ көбірек қаралып жатыр бүгін, шын айтқанда. Ал енді тағы бір сұрақтар болған, жаңағы жол салуға байланысты мемлекет сатып алып жатқан жерлерге, ол жерді біз міндетті түрде қарастырамыз. Кешегі отырыста тағы комиссия мүшелерімен тағы атап өттік. Алдында қаралмай қалған нәрселер болса, қазір келе жатқан нәрселерді қазір жылдамдатып қарастыратын боламыз. Енді Талғат Жанболатұлы кезегімен сұрақтарға көшеміз бе? Құрметті тұрғындар, жұмысымызды қалай қарайсыз? Бізде енді ауданда жалпы жер бойынша 9 өзекті сұрақ бар. Можно сесть на ваше место? Нет, өзім отырам қазір. Сөйлеп болғаным өзім отырам. Олардың шешу жолдарын ұсынайын. Одан келіскендер сұрақ қоймайды. Кімнің сұрағы кірмеді, өзінің нақты сұрағы бар, отдельно сұрақ қоясыз. Келістік па? Оқи берейік, бастайын. Бірінші өзекті мәселе. 9 мәселе, одан тек қамтыған сұрақты жабамыз. Одан кейін осы хаттама бар. Осы хаттама бүгін сағат 18:00-ге дейін қол қойылады да, официальный жаңағы интернет және қандай жерлері бар, соған бәріне салып, осы группаның енді сіз бәріңіз отырып сөйлей берсін бе? Отырып сөйлей берсін бе? Айтамыз. Бірінші, жылжымайтын мүліктің құжаттарын рәсімдеу бойынша жұмыс тобына тұрғындардан 369 өтініш түсті. Алматы қаласы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасына 351 құжат жолданды. Алматы қаласы жылжымайтын мүліктің құжаттарына рәсімдеу бойынша комиссия отырысында 193 құжат қаралып, 168 құжат бойынша оңды шешім қабылданды. Комиссия отырысында 15 құжат қайта өңдеу мақсатында қайтарылды. Комиссия жолдың қызыл сызық аймағында орналасқан 9 құжат бойынша бас тарту шешімін қабылдады. Рысқұлов даңғылының қызыл сызығында бас тарту алғандар Құлбосынов ГД, Сарнугаев ДА, Сарнугаев СА, Темірханов А, Байклеев С, Арбаканов Д. Тендиев көшесінің қызыл сызығына бас тарту алғандар Сүлейменов, Зайнадинов, Ергажинов. Тендиев көшесі бойынша бір құжат бойынша бұрын оңды шешім қабылданған. Қаулының күшін тоқтату туралы қаулы қабылдануда. Жеке тұрғын үйлер Тендиев көшесінің қызыл сызық аумағында орналасқан жұмыс тобына қажет өткізген тұрғындардың саны 20. Алматы қаласы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасында комиссия отырысында қаралмаған 17 құжат бар. Рысқұлов даңғылы және Тендиев көшесінің қызыл сызығына шектеуіне түсетін жеке тұрғындар үй құрылыстарының құқық иелеріне бас тарту алғандарына наразы. Шешу жолдары. Алматы қаласының қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы Рысқұлов даңғылы және Тендиев көшелерінің жаңа жол құрылысын жүргізу үшін мәжбүрлеп мемлекеттік қажеттілікке сатып алу мақсатында тұрғындарға хабарлама берілмеген жағдай комиссия ескерту қажет. Ол бойынша комиссияға жаңағында мен сізге айтқандай, ол хаттамаға жаңағы жолдау ол кіреді. Хаттамаға 2 айдың ішінде, осы хаттама бойынша 2 айдың ішінде комиссия тағы да қарастырады. Жақсы ма? Екінші сұраққа көшейік. Алатау ауданы бойынша заңсыз басып алған жер телімдердің құжаттарын рәсімделгендер саны 211. Мемлекеттік қызмет көрсету мақсатында таңдау акт выборы дейді оны. Бағдарлама басталды. Алайда тұрғындар электронды өтініш беру кезеңінде қиындықтар туындап жатқанын хабарлайды. 2009 жылдан 2023 жылға дейін заңсыз басып алған жер телімдердің құжаттарын рәсімдеу мақсатында аудан әкімі аппарат жанынан жұмыс тобы қызмет атқарған.
жұмыс топ мүшелері тұрғындардан өтініш түскеннен кейін қажетті қорытындылар алып, зерттеу уақытын толтырылады. Жиналған құжаттар Алматы қаласы жер комиссиясы отырысында қарастыру мақсатында Алматы қаласы жер қатынастарының басқармасына жолданады. Заңсыз басып алған жер телімдерінің құжаттарын заңнамаға сәйкес қарастыру жолдарын анықтау. Шешу жолдары. Алматы қаласы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы Алатау ауданы әкімінің аппаратының жанынан құрылған жұмыс топ қызметіне қайта іске қосу жолдарын қарастыру. Ол екінші сұрақ. Әрі қарай. Алатау ауданы аумағында Алматы қаласының бас жоспарына және нақты жоспарлау жобасына сәйкес су қорғау аумағында 1921 жер телімі орналасқан. 2016 жылға дейін 1313 жер телімдерге мемлекеттік акт беріліп, жеке тұрғын үй құрылысын заңдастырып, жеке меншік құқығы берілген. Су қорғау аумағында орналасқан 608 жер телімдерінің өзекті мәселелері оның ішіне кіретін 608-ге мемлекеттік актісі жоқ 39, жеке тұрғын үй заңдаспаған 324, жеке меншік құқығын алмаған 245. Заңсыз басып алынған мемлекеттік актісі жоқ жер телімдер Шапағат ықшамауданында 1, Самғауда 5, Шаңырақ 1 мен Шаңырақ 2-де шағын аудандарында 2, Олжан және 1, Олжан 2-де 2, Дархан ықшамауданында 7, Байбесік 8, Ожет 1, Көкқайнар 3, Томирис 4, Алғабас, Қарасу, Боралдай, Энергостроитель, Мәдениетте 1 жер телімінен. Енді оған қоса мемлекеттік актілерді жалға беру шартынан және жеке меншік құқығына ауыспаған жер телімдер саны 245 дана, Шапағатта 24, Самғауда 34. Орынбасары Бейбіт Мырзаханұлы Шахановқа беріледі.